Қайырлы күн достар, бүгін осындай өте дәмді гүл ханум жасаймыз. Ол үшін бізге туралған ет, менде жылқының еті, немесе фарш, картоп, пияз, дәмдеуіштер. Сіздер қырыққабат немесе асқабақ қосуларыңызға болады. Салмамыз дайын болды. Енді қамырына кірісейік. Ол үшін бізге ұн, тұз және де салқын су қажет болады. Қамырымыз қатты болу қажет. Қамыр дайын болды. Енді 20 минутке тындырып қоямыз. Қамырды дөңгелетіп, осылай видеодағыдай кесеміз. Гүл ханымдарымыз дайын болды. Енді 40 минут пісіріп аламыз. Баршаларыңызға ас болсын.